Мәдина, бұл өмір сүрудің қаласы деген, ақиқат нұрымен жер бетін нұрландырған Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам дүниедегі ең адал насихатшы, өмір сүруіне таңдаған қала. Адамзаттың асылы, барша мұсылманның жанашыры болған Мұхаммед Мұстафаның қаласы. Я Расулаллах, я адамзаттың ардақтысы, сіздің мүбәрәк табаныңыз деген жермен жүріп өткім келеді. Сіздің демалған ауаңызбен тыныстап, сіздің ішкен суыңыздан дәм татқан адамда арман болмас. Өзіңізге деген сағынышым мен махаббатым күннен күнге ұлғаюда. Сіздің толықсыған ай жүзіңізді көрмесем де, сіз таңдаған қалаңызды көру мен үшін бақыт. Сізді сағындым, жалғыз мен ғана емес, күллі жаратылыс сізді сағынатын сияқты. Білесіз бе, тіпті бұлттар сізді сағынғаннан мұңын жасырып, аспаннан жаңбыр емес жас жауатын сияқты. Толқындар атыңызды атап тебіреніп, құстар сізді іздеп шырылдайтын сияқты. Кейде армандаймын, шіркін, сіздің мүбәрәк табаныңыз деген аяқ астыңыздағы топырақ болғанымда ғой. Ол арманым орындалмайтыны анық. Бірақ ендігі арманым табаныңыз тиген жерді өз көзімен бір көру бақытын нәсіп етсін жаратушы жалғыз Аллах тағалам. Ақиқатты алып келіп, күллі жаратылысты өзіне ғашық еткен сұлтаным, сізге деген сағынышым мен махаббатым шексіз. Я хабибім.